Можу бағдарламасына кіреміз. Әртүрлі дайын шаблондарды бір қарап оңға қарай жылжытып танысып шығасың. Ода фотография, пустые, презентация деген бар. Өзімізге керегін таңдап басамыз да, добавить фото деп, мына жерде 9 фото бар. Разрешение беріп, бірден галереядан 9 фотоны жүктеп аламыз. Одан кейін текст өзгерту үшін топ деген үстінен басып, өшіріп, мысалы топ десерт деп жазсақ болады осы жерге. Енді бір қарап шығайық. Үстінен қайтадан бассақ, шрифт шығады астында. Әртүрлі шрифттерге өзгерте аламыз. Мысалы, мына шрифт ұнады. Одан кейін размер деп, размерін үлкейтіп, кішірейте аласыздар. Одан кейін цвет таңдай аламыз. Келесі длительность, яғни жазудың кейін шығатын таңдай аламыз. Кесті басамыз жаңа нәрсе енгізу үшін. Графика деп жұлдыздарды таңдай аламыз стикерден. Жоғары қарай көтереміз де, үстінен бассақ, әртүрлі цветтерге өзгертуге болады. Тағы да кесті басамыз да, музыка деп өзімізге ұнаған бағдарламаның ішіндегі әртүрлі музыкаларды таңдап қоя аламыз. Готовы деп басамыз. Музыка таңдаған соң. Келесі формат. Пост форматы бар, бірақ ол тегін версия, сол үшін X-ті басып шығып кетеміз. Длительностьті басып, видеомызды 10-11 секундқа қарай апарамыз. Дайын болғаннан кейін готовы сохранить деп басамыз. Толғанға дейін күтеміз.